Қайырлы күн, қымбатты балалар. Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз әсемдік әлемі тарауы бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жер біздің ортақ үйіміз». Бұл тақырыптан сендер жердің барлық адамға ортақ екенін, бүкіл адамзаттың панасы, асыраушы анасы екенін білетін боласыңдар. Жер біздің панамыз. Жерді көз қарашығындай сақтау, аялау бәріміздің басты міндетіміз дегім келеді. Енді бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзіне мән беріп көрейікші. Жер адамның бесігі, халық даналығы. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Иә, балалар, халқымыз жерді адамдардың бесігіне теңеген. Себебі бесік кішкентай нәрестенің жылы, жайлы орны. Оны суықтан қорғайды, ұйқысының тыныш болуын қамтамасыз етеді. Ал адамзатты қорғап, паналататын, оның жағдайын жасайтын жер анамыз екен. Жер адамсыз өмір сүре алады. Ал адамның жерсіз өмір сүруі мүмкін емес. Ал балалар, бүгін сендерге Қоғабай Сәрсекеевтің «Жер анамыз» атты әңгімесін алып келдім. Мұқият тыңдайық. Бейбіт бақша ішінің топырағын қопарып, оңды-солды шашып, ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария: «Әй бала, жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп күтпеймісің? Ол сенің асыраушы анаң ғой», деді. Балшықты анаң дегенінен аң-таң болған Бейбіт: «Менің анам үйде, аты Зейнеп», деді. «Балам, онда сол Зейнеп келінге айта бар, түсіндірер», деп қария ұзай берді. Бейбіт үйге келді. Анасы баласының үсті басын көріп кейіді. Тамағын ішіп, көңілі жайланған соң, Бейбіттің есіне қарияның айтқаны түсті. «Апа», деді ол, «мына бір шал жерді босқа қопарма, ол сенің анаң», деді. «Ол не дегені?» «Сен не дедің?» деп сұрады Зейнеп. «Менің анам үйде», дедім. «Балам-ай, неге сонша кір, балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз». Балалар, әңгіме сендерге ұнады деп ойлаймын. Мағынасын жете түсіну үшін мына сұрақтарды отбасы мүшелерімен бірге талдап, мәтінді түсініп алыңдар. Жерді неліктен қадірлеп күту қажет? Жер асыраушы анаң дегенді қалай түсінесіңдер? Жер жомарт деп неліктен айтады? Жер мен адамның арасында қандай байланыс бар? Өзің жерге қамқорлығыңды қалай көрсетер едің? Міне балалар, шығармашылық жұмысқа да келіп жеттік. Сендер коллаж құрастыруды жақсы білесіңдер деп ойлаймын. Сонда да естеріңе түсіру үшін Нұр-Сұлтан қаласына арналған коллажды алдарыңа алып келдім. Міне, тақырыпқа сай етіп, осындай әдемі суреттерді қиып аласыңдар да, құрастырып жапсырасыңдар. Ал енді өздеріңе тапсырма.
Менің туған өлкем тақырыбында өз туған өлкелеріңе қатысты коллаж құрастырыңдар. Міне балалар, бүгін сендер жердің ғажаптығын, оның біздің өміріміздегі маңызын тереңірек түсіндіңдер деп ойлаймын. Осы жер анадан бойларыңа мықтылық, төзімділік, кең пейілділік сияқты қасиеттерді сіңіріп аласыңдар деген ойдамын. Мен сөзімді күріш атасы Ыбырай Жақаевтың мына сөздерімен аяқтағым келеді. Ел мен жер, оның жасыл орманы мен мөлдір көлдері, байтақ даласы мен асқақ таулары біздің басты байлығымыз. Жер, су, ауа адам баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып жеткен асыл қазынасы. Міне, осы қазынаны аға ұрпақ өкілдері, жас ұрпақ сендер де барлығымызда көз қарашығымыздай сақтап, ел игілігіне жұмсауымыз керек. Мен рахметті ең алдымен жерге айтар едім. Мені өмірге әкелген, маған бақыт әперген, жомарт төсінде дән дариясын тасытқан, о қасиетті жер ана, сенсің менің ардағым.